Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып шығатын, жұмсақ, керемет болып шығатын, пеште пісетін пирожки жасадым. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте дәмді болып шықты. Осылай жылы сүтімізді, жылы сүтіміз міндетті, жылы суымызды құйып, тұзымызды салып, кішкене шекер салдым. Араластырып, сұйық майымызды құйып жібердім. Ашытқымызды салып, араластырып, міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Осылай қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Ал қалған кішкене сұйық майымызды үстіне құйып, қамырымыз жұмсақ жылтыр болады. Осылай кішкене сұйық май құйып жіберсек, осылай иін қандырып, қамырымызды жұмсақ қылып илеп аламыз. Қамырымызды жарты сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Ал оған дейін біз салмасын картошкамызды қайнатып алдым. Картошкамызды қайнатып, бір пиязды отқа, майға кішкене май құйып, қуырып алдым. Осылай қара бұрышымызды, тұзымызды салып, картошкамызды жақсылап езіп аламыз. Түйіршіктері қалмау керек. Осылай жақсылап қолымыздың көмегімен мен езіп алдым. Түйіршіктері қалмаған. Ал енді қамырымыз міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет ашыған. Осылай қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Осылай бөліктерге барлығын бөліп алатын боламыз, бір келкетіп. Барлығын енді домалақтап формаға саламыз. Енді домалақ қылып, осылай домалақтап барлығын міне қойып қойдым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін маңызды. Осылай енді ішіне салмасын салып, мен осылай қолымыздың көмегімен жайып алдым. Жұмсақ болып тұрғаннан кейін қолымызбен кішкене қолымызды майлап жіберіп, домалақтап жібердім. Ал осылай міндетті түрде шеті ашылып кетпеу үшін барынша жақсылап жауғандарыңыз дұрыс. Қазір піскен кезінде ашылып кетпеу үшін барлығын осылай жауып шығамыз. Осылай барлығын жақсылап жауымыз қажет. Міне тағы бір көрсетіп жіберейін. Осылай жауып шықсаңыздар да болады. Өрмей ақ қойсаңыздар. Главное, ашылып кетпесе болды.
Ал біз енді 15 минутқа мен бетін жауып тынықтырып қойдым, көтерілсін деп. Осылай көтерілген пирожкилеріміздің үстіне бір жұмыртқамызды жарып, сарысын жағып шықтым. Осы кезде пешімізді қыздырып қойдым мен. 200 градусқа пешімізді қосып қыздырып қойдым. Осылай барлық шетіне жағып, ал 200 градус пеште пісті. Піскен пирожкилеріміз духовкада өте дәмді болып шықты. Міне менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызда сізде перизат өте дәмді рецептілермен бөлісетін болдым.